Сәлем қайырлы күн достар. Көп санды кісілер мотоциклім өте алмай қалды. Неден болуы мүмкін? Не істесем болады деп сұрап жатады. Егер мотоцикліңіз өте алмай қалса, бірден тоғын тексеріп көріңіз. Өйткені біріншіден тоғын тексеру өте оңай, қарапайым. Екіншіден тоғын тексеру арқылы мотоцикліңіздің не себепті өте алмай тұрғанын жорамалдап болса да біле аласыз. Енді бұл барыста мотоциклдің тоғын қалай тексеру керек, свечті қалай тексеру керек, бұның барлығын жеке-жеке видео түсіріп қойғанбыз. Каналға жазылып, сол арадан көріп алуға болады. Енді бұл мотоциклдің қазір тоғы жақсы істеп тұр, міне сыртылдап кәдімгідей соғып ұрып тұр. Енді біз бұның свечін алып тексеріп көрейік. Свечтің қаншалықты жұмыс жасап тұрғандығын. Енді бұл туралы да видеолар түсіргенбіз. Свечті қалай тексеруге болады, қандай свеч алуға болады дегендей. Енді бұл свечті тексеру арқылы тоқтың және бензиннің қаншалықты кеп тұрғандығын, мотордың қаншалықты жұмыс жасап тұрғандығын да біле аламыз. Міне свечіміз істеп тұр. Бірақ көбінде жанына қарай шашып тоқты. Бұл мотоциклдің бензин жеуіне және мотоциклдің күшіне барлығына әсер етеді. Енді свеч бұлай істеген жағдайда да мотор оталу керек еді. Бірақ мотордан бір түрлі шарылдаған дыбыс шыққан секілді. Сол үшін алдымен клапанын ашып көрейік. Клапан қалай жұмыс жасап тұр екен.
міне бұл май азайып кеткен барып құрғап кеткен ғой, қатты ыстыққа құрғап кетіп барып. Мына ботты да содан кейін жаққан. Мынаның басындағы мына домалақ подшипникті де ұшырып жіберген, қатты қыздығаннан кейін. Енді бұлардың барлығын қайтадан ауыстыру керек. Ар жағында тағы қандай дүниелер жатқанын ақша көреміз әзір. Әзірше бәрі жақсы. Бұны клапандардың қаншалық жақсы істеп тұрғанынан тексеретін боламыз. Тексеріп барып, бірақ саламыз қайтадан. Міне мынау таяқшаның басындағы жаңағы подшипнигі. Егер бұл подшипник табылмайтын болса, ол міндетті түрде бұны магнитпен іздеп тауып алуларыңыз керек.
Осында да сызықтар пайда болған. Енді бұны ауыстыру керек, әрине. Ауыстырмасақ ешқандай пайдасы жоқ. Мыналардың өздерінде жеп тастаған міне ойып. Ойып желініп кеткен. Бұларын да айырбастау керек. Міне мынаның да май қолсылары отырып кеткен. Жалпы бұл мотоциклдегі қуысы поршынды келісімен және астыңғы үстіңгі крамсыларды таяқшасымен барлығын айырбастау керек. Видеоның жалғасында осыларды қайтадан айырбастап қалай реттеп салуды көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.